Қант 21 ғасырдағы адамдар көп тұтынатын тағамдардың құрамына қосылатын ажырамас бөлікке айналды. Одан бөлек, адамдар әр шай ішкен сайын қасықтап қант қосады. Осының салдарынан адамдар ата-бабамызда өте сирек кездескен ауруларға жаппай шалдығып жатады. Бүгінгі видеода қанттың зияны мен оны бас тартса қандай өзгерістер болатындығы жайында айтатын боламын. Әуелі қанттың зиянды әсерлеріне тоқталатын болсақ, біріншіден артық салмақ және семіздік. Қанттың көп мөлшері әсіресе тәтті сусындар мен торт секілді тәтті тағамдар ағзада артық калория береді. Бұндай тамақтарды жегеннен кейін қант ағзада тез арада қорытылып кетеді және аштық сезімі көп ұзамай қайта оралып, сіз тағы да тамақ ішкіңіз келеді. Яғни аштық сезімі қайта оралып көп тамақтану арқылы көп калория тұтынасыз. Ал артық калорияның барлығы майға айналып семіздікке ұшыратады. Екіншіден, қант диабетінің қаупін арттырады. Қантты жиі және көп мөлшерде тұтыну қандағы глюкоза деңгейін жиі көтеріп, ұйқы безіне қатты салмақ түсіреді. Бұл инсулин деңгейінің артуына және уақыт өте келе инсулинге төзімділікке әкелуі мүмкін. Соның нәтижесінде екінші типтегі қант диабеті даму қаупі жоғарылайды. Үшіншіден, жүрек қан тамыр аурулары. Қанттың көп мөлшері триглицеридтер деңгейін арттырады және холестерин деңгейін көтереді. Бұл артерияларды зақымдап, қан айналымына кедергі келтіруі мүмкін. Сөйтіп, жүрек қан тамырлары ауруының соның ішінде инфаркт пен инсульттың пайда болу қаупін арттырады. Төртіншіден, тістің бұзылуы. Ет секілді тағамдар тек асқазанға түскеннен кейін ғана қорытылатын болса, қант ауызға түскен сәттен ақ су немесе сілекеймен жанасудан еріп қорытылуы басталып кетеді. Салдарынан қант ауыздағы бактерияларға қорек болып, қышқылдың бөлінуіне себеп болады. Бұл қышқыл тіс эмалін зақымдап тістің бұзылуына әкеледі. Кәмпиттер, тәтті сусындар және басқа да тәтті тағамдар тістің құрылысына айтарлықтай зиян келтіреді. Бесіншіден, тері жағдайының нашарлауы. Қант теріге де зиян келтіреді. Ол денедегі қабыну реакциясын арттырады, соның салдарынан безеу және басқа да тері мәселелері пайда болады. Сонымен қатар, қант терінің қартаюын тездетіп, әжімдердің ерте пайда болуына ықпал етеді. Алтыншыдан, бауырдың зақымдануы. Қанттың артық мөлшері әсіресе бауыр үшін зиянды. Фруктоза, яғни жеміс қанты бауырда метаболизденеді және оның артық мөлшері май ретінде сақталады. Бұл бауырдың майлануына бауыр стеатозы және бауыр ауруларына әкелуі мүмкін. Жетіншіден, энергия деңгейінің ауытқуы. Қантты тұтынғаннан кейін энергия деңгейі күрт көтеріледі, бірақ ол тез түсіп кетеді. Бұл әлсіздік, ашушаңдық және шаршау сезімдерін тудырады. Бұл жағдайды қанттың құлдырауы деп атайды, және ол әсіресе тәтті тағамдарды жиі тұтынған кезде пайда болады. Сегізіншіден, психикалық денсаулыққа әсері. Қантқа тәуелділік депрессия, мазасыздық және көңіл күйдің тұрақсыздығын алып келуі мүмкін. Зерттеулер қантты шамадан тыс тұтыну ми жұмысына кері әсер ететіндігін және оның когнитивтік қабілеттеріне де кері әсері болуы мүмкін екендігін көрсетеді. Қанттың зиянды тұстарын қорытындылап айтқан кезде, қантты мөлшерден тыс тұтыну ағзаға әртүрлі жолдармен зиян тигізеді. Бұл салмақтың артуына, қант диабетіне, жүрек қан тамыр ауруларына, тері мәселелеріне, тістің бұзылуына және басқа да көптеген денсаулық проблемаларына әкеледі. Егер қанттан толықтай бас тартсаңыз, бұл денсаулыққа айтарлықтай оң әсер етеді. Енді сол жағын кезең-кезеңмен қарастыратын болсақ, біріншіден, алғашқы күндер. Қанттан бас тартқан алғашқы күндері адам ашуланшақ, шаршаңқы сезініп, тіпті басы ауруы мүмкін, себебі қант жылдам энергия көзі. Оның болмауы қандағы глюкоза деңгейін төмендетеді. Бұл мидың жұмысына әсер етіп, қантқа тәуелділік белгілерін тудырады. Екіншіден, бір аптадан кейін. Бір аптадан кейін көптеген адамдар ұйқы сапасының жақсарғандығын байқай бастайды, себебі қантты әсіресе ұйықтар алдында тұтыну қандағы глюкоза деңгейін тез көтеріп, ұйқы цикліне әсер етеді. Ал қанттан бас тарту нәтижесінде ағза тұрақты энергияға бейімделіп, адам өзін сергек сезінеді. Үшіншіден, бір айдан кейін. Осы кезеңде адамдар көңіл күйдің тұрақты бола бастағандығын байқай бастайды. Терінің жағдайы да жақсарады, себебі қант ағзада қабыну тудырады. Сондықтан одан бас тарту теріні тазартып тегістейді. Ас қорыту жүйесінің жұмысы жақсарады, өйткені қант ішекте зиянды бактериялардың көбеюіне әсер етеді. Төртіншіден, салмақ тастау. Қант артық салмақ жинаудың негізгі себептерінің бірі болғандықтан, қанттан бас тарту арқылы сіз күнделікті тұтынатын калория мөлшерін әжептәуір азайтасыз. Калорияның азаюы біртіндеп артық салмақтың азаюына түрткі болады.
Сондай-ақ қант ағзада суды ұстап тұрады. Сондықтан одан бас тарту салмақ жоғалтуға әкеледі. Бұл тек майдың емес, ісінудің де азаюынан болады. Сондай-ақ инсулин деңгейі төмендейді. Ол майдың жиналуына әсер ететін гормон. Қанттан бас тартқан адамдар 2 айда ағзадағы артық май мен судан арылу арқылы 5-6 килограммға дейін артық салмақ тастай алады. 5-ден жас көріне бастайсыз. Қанттан бас тарту денедегі артық суды шығарады. Судың біраз бөлігі бетте жиналатындықтан артық судан арылған кезде бетіңіз кішірейеді. Нәтижесінде сіз бірнеше жасқа жас көрінесіз. 6-дан ұзақ мерзімді пайдасы. Ұзақ мерзімді қарастырғанда қанттан бас тарту 2-ші типтегі диабет, жүрек қан тамырлары аурулары және семіздік сияқты созылмалы аурулардың даму қаупін төмендетеді. Сондай-ақ ағзадағы қабынуды азайтады. Бұл буындар мен бұлшықеттердегі ауырсынуды жеңілдетуі мүмкін. 7-ден психологиялық және эмоционалдық әсерлер. Қант белгілі бір тәуелділік түрі, сондықтан оны тұтынуды тоқтату тәтті нәрсе жеуге деген тәбетті арттырады. Бірақ уақыт өте келе бұл құмарлық әлсірейді, ал энергия деңгейі тұрақты бола бастайды. Адамдар көбінесе сабырлы әрі зейінді бола бастайды, себебі қант мазасыздықты күшейте алады. 8-ден ағза қалай бейімделеді. Ағза энергия көзі ретінде майлар мен күрделі көмірсуларды қолдануға бейімделеді. Бұл энергия деңгейіне жақсы әсер етеді және көңіл күй мен шаршаңқылықтың ауытқуын болдырмайды. Қанттан бас тартқысы келетіндерге кеңес. Қантты біртіндеп азайтыңыз. Бұл ағзадағы стресс деңгейін төмендетеді. Альтернативаларды табыңыз, яғни тәттілендіргіштерді. Мысалы, бал немесе банан, алма, жүзім секілді жемістерді пайдаланыңыз. Көп су ішіп, жасұнық, яғни клетчатка тұтыныңыз. Бұл тәттіге деген тәуелділікті азайтып, ағзаны жақсы жағдайда сақтауға көмектеседі. Өнімдердің құрамын мұқият оқыңыз. Қант көбінесе күтпеген тағамдарда, мысалы соустар мен дәмдеуіштер және жартылай дайын өнімдерде болады. Ең маңыздысы, қанттан бас тартым деп қант көп кездесетін тәтті сусындар мен шоколадтарды қолданып жүрмеңіз. Әйтпесе ешқандай нәтиже көре алмай тек өзіңізді алдырған боласыз. Қанша қиын болса да одан болатын оң нәтижелерді еске алып, денсаулығыңыздың мүддесін ойлаңыз. Қанттан бас тарту физикалық және эмоционалдық жағдайды айтарлықтай жақсартады. Бұл салауатты өмір салтына апаратын ең оңай және тиімді қадамдардың бірі. Достар, видео ұнаса, каналға тіркеліп маған қолдау көрсете аласыздар.